Енді блогерлерге сән салтанат өмірін көрсетуге тыйым салынбақ. Бұл туралы нақты білу үшін ең алдымен арнаға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. Иә, енді блогерлерге сән салтанатты әдемі өмірлерін көрсетуге, қымбат көліктері мен сарайдай үйлерін көрсетуге тыйым салынбақ. Бұл туралы депутат Дәулет Мұқаев өзінің Instagram желісінде жариялады. Сонымен қатар бағалы зат, қымбат автокөлік пен алтын, қымбат әшекей, мол ақшаларында көрсетуге тыйым салынады. Бірақ бұның барлығы біздің елімізде емес, Таиландта қабылданған заң екен. Мұндай өзгерісті ұсынған Таиландтың билік өкілдерінің айтуынша, экранның арғы жағындағы тәтті өмір қарапайым халыққа негативті әсер етеді екен. Әдемілікке, байлыққа қызыққан адамдар қомақты ақша табамын деп қарызға кіріп, түрлі азарт ойындарына да кіріп жатыр дейді. Қалай ойлайсыз? Біздің елімізге де осындай заң қажет пе? Біздің елімізде де блогерлердің сән салтанатты өміріне қызығып, сол блогерлердің ақысы 400-500 мың теңге тұратын курстарын кредитке сатып алып, соңында түк те үйренбей, тек қана ай сайын кредит төлеп отырған қарапайым халық аз емес қой. Блогерлер секілді қымбат көлік мініп, қымбат үйде тұрып, әдемі саяхаттарда жүремін деп армандап, керісінше қарызға белшесінен батып, артық қыламын деп тыртық қылып жатқандар да жетерлік. Әрине, оңай жерде олжа жоқ, барлығы да үлкен еңбекпен келеді. Сондықтан ойланыңыздар. Қалай ойлайсыз? Бізге де осындай заң қажет пе, әлде қажеті жоқ па? Өз ойыңызды комментарийге жаза кетіңіз.